1945 жылдың көктемінің басында Үшінші рейх әскери апаттың алдында тұрды. Венгриядағы неміс әскерлері іс жүзінде жеңіліп, Будапешт қорғанысы бұзылды. Вермахтың соңғы күштерінен аман қалған бөліктері Венгрияның солтүстік батыс аймақтарын ұстап тұрды. Гитлер қолда бар барлық резервті осында көшіріп, кеңес әскерлеріне қарсы шабуыл жасауды бұйырды. 1945 жылы 6 наурызда көктемгі ояну операциясы басталды. Таңертең Венгрияның Болатон көлі маңында жүздеген артиллерия зеңбіректің дыбысы естілді. Кеңес позициялары от астында қалды. Зеңбіректер үнсіз қалғанда Вермахт танк бағандарының дауысы естілді. Қалың тұман арасынан немістің корольдік жолбарыстары көрінді. Бұл машиналар өлімге әкелетін жауынгерлік күшке ие болды. Көп жағдайда корольдік жолбарыс Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жасалған барлық ауыр танктерден жоғары болды. Оның 88 мм зеңбіректері 2,5 шақырым қашықтықтан кез келген нысанаға дәл тиетін.